Іш қату проблемасы. Іш қату проблемасын қалай емдейміз? Іш қату заманауи өмір салтында кең таралған мәселе. Адам күн сайын дәретке шықпаса, ағзада улы қалдықтар жиналып, ішкі мүшелерге зиян келтіреді. Бұл тек ыңғайсыздық емес, созылмалы ауруларға әкелуі мүмкін. Негізгі себептер: су ішудің аздығы, талшықты тағамдарды жеткілікті тұтынбау, қозғалыстың аздығы, күшті дәрілер және антибиотиктер, стресс және ішек микрофлорасының бұзылуы. Емделудің табиғи жолдары: таңертең аш қарынға 1 стақан жылы су ішіңіз. 1 шөкім теңіз тұзын қосыңыз, ішектің жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын 1 не 2 дана қара өрік немесе кепкен өрік жеңіз. Бұл табиғи іш жүргізуші. Құрамында талшық пен сорбитол бар. Йогуртқа 1 шай қасық зығыр тұқымын қосып жесеңіз, ішектегі қозғалысты реттейді. Ас мәзіріңізге асқабақ, қызылша және сұлы қосыңыз. Бұл тағамдар талшыққа бай, ішек қызметін жақсартады. Қозғалыс пен дене белсенділігін арттырыңыз. Күніне кем дегенде 30 минуттық серуен жеткілікті. Қашан дәрігерге жүгіну керек? 3 күннен артық дәретке шықпасаңыз, ауырсыну, ісіну, жүрек айну болса, іш қату жиі қайталанса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.